Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгінгі видеода мен сіздерге Қазақстанның толық тарихын айтатын боламын. Егер сіз әлде менің осы тақырыпта түсірілген бірінші шығарылымды көрмеген болсаңыз, онда тамашалап кетіңіз. Бұл сіздерге арнап шығарылған екінші видеомыз. Видео басталмай жатып, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бұл сіздер үшін 1 секундтық іс, ал мен үшін үлкен еңбек. Және де бұл қазақ тілді контенттің дамып үлкен жетістіктеріне жетуіне көмектеседі. Және де біз 1000 оқырманға жеттік. Бұл үшін үлкен рахмет. Ендеше біз видеомызды бастайық. Алдыңғы видеода Алтын Ордадан бастап Қазақ жоңғар соғысына дейінгі тақырыпты қамтыдық. Ал осы видеода қазіргі заманға дейінгі тақырыпты айтатын боламыз. Ендеше мен сіздерге алдыңғы шығарылымды қысқаша түсіндіріп кетейін. 1457 жыл. Осы жылы Әбілқайыр хан мен ойрат әскерлерінің Сығанақ маңында шайқасы болды. Ұзақ сағатқа созылған шайқас Әбілқайыр ханның жеңілуімен аяқталды. Әбілқайыр хан шегінуге мәжбүр болып, Сығанақ қабырғаларының артында тығылды. Ойраттар Ташкент, Түркістан, Шахрухи қалаларын тонап қиратты. 1460 жыл. Әбілқайыр хан ойраттардан жеңіліс табады. Осыдан кейін Әбілқайыр хан салықты өсіріп, жемқорлық өсіп, хандық тұрақсыз болған. Осы жағдайдан кейін Керей мен Жәнібек Әбілқайыр ханның қатал саясатына наразылығын көрсетіп, қол астындағылармен Жетісуға қоныс аударып, өз мемлекетін құрды. Осылайша қазақ хандығының даму кезеңі басталады. Оны сіздер бірінші шығарылымнан тамашалай аласыздар. Қазақ пен жоңғар хандықтарының арасындағы алғашқы қақтығыстар 1635 жыл басталады. 1738-41 жылдары қолбасшы Сары Манжанның 30 мыңдық әскерінің шабуылы ойраттардың қазақ жеріне жасаған соңғы ірі шапқыншылықтарының бірі болды. 1745 жылы Қалдан Серен қайтыс болғаннан кейінгі Жоңғариядағы билік үшін өзара тартыс олардың саяси жағдайларын әлсіретіп жіберді. Осыны пайдаланған Абылай хан басқарған қазақ әскері Жоңғарияға шешусіз соққылар беріп, Жетісу мен Шығыс Қазақстанды қайтарып алады. 1755-58 жылдары жоңғарлар Цин әскерінің шабуылдарынан кейін тас-талқан етіліп, дербес ел ретінде өмір сүруін тоқтатады. Жоңғар хандығы жойылғаннан кейін 1757-58 жылдары қазақ хандығы өзінің жаңа көршісі Цин империясы әскерлерімен соғыс жағында болып, кейіннен бітімге келеді. Қытайлар Жоңғарияны толық жаулап алды. Ал қазақтар өздерінің ежелгі атамекені Жетісу, Тарбағатай, Алтай өңірлерін иеленіп, шығыстағы шекарасын бекітті. Кейіннен 1771 жылы батыста бөлініп қалған қалмақтар да, еділ жайықтар да қоныстарын тастап, қазақ жері арқылы Жоңғарияға ауды. Бұл тарихта шаңды жорық деп те есте қалды. 18-20 ғасырлардағы Қазақстан тарихы алуан тағдырлы сипаттағы оқиғаларға толы болды. 1730-70 жылдары қазақ билеушілерінің едәуір бөлігі Ресей империясының басшылық рөлін ресми түрде таныды. Бұл Қазақстанды өз тәуелсіздігінен, мемлекеттілігінен айырылуға әкеп соқты. Шын мәнінде Ресей империясы Қазақстанды өзінің отарына айналдырды. Ресей билігін мойындауға мәжбүр болған алғашқы күндерден бастап-ақ қазақ халқының бұрынғы тәуелсіздігін, мемлекеттілігін қалпына келтіру жолындағы ұлт-азаттық соғыстар кезеңі басталды. Мысалы, Кенесары Қасымұлы көтерілісі. Көтеріліс негізінен былай басталды. Кенесары өзінің адамдарын 1837 жылы Батыс Сібір генерал-губернаторына жіберіп, оған арнайы хат жолдады. Хатында Ақтау бекінісі мен Ақмола приказдарын жоюды, омбыда тұтқында отырған өз адамдарын түгел босатуды, қазақ жерінің тұтастығын қалпына келтіруді талап еткен болатын. Генерал-губернатор Кенесарының адамдарының барлығында саптағы 1000 солдаттың арасына өткізіп, дүре соқтырды. Олардың әскерге жарайтындары тұрақты армия қатарына алынып, қалғандары Сібірге жер аударды. Генерал-губернатордың бұл әрекеті Кенесары сұлтанның ашу-ызасын келтіріп, көтерілісті бастап кетуін тездетті. Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліс Қазақстандағы ең үлкен көтерілістердің бірі болғанымен, оң нәтижесін бере қойған жоқ. Тіпті Кенесары Қасымұлының қырғыздар басын алып Ресейге жөнелткен болатын. Яғни Кенесары Қасымұлы қырғыз манаптарына хат жолдайды. Хатында: «Менің мұнда келгендегі мақсатым сендермен жауласу, қан төгісу емес.
қайта қазақтар мен қырғыздардың басын қосып оларды күшейту болып табылады деп айтқан еді. Бірақ қырғыздар Кенесарыға бағынудан түбегейлі бас тартады. Себебі қырғыздарда ханға бағыну дәстүрі қалыптаспаған еді. Осылайша қырғыздар Кенесары ханның басын алып Мәскеуге жөнелтеді. Қазақ даласындағы ірі көтерілістердің бірі басылады. Ресей патшалығы құрамында болғанда қазақ даласы біршама дамып қалды. Мысалы, қазақ даласында бекіністер салынып, егін шаруашылығы дами бастады. Бұл қазақтардың өмір сүруіне қолайлы болды. Яғни көшпелі қазақ елі отырықшы елге айнала бастады. Білім жүйесі дамыды және де қазақ даласында көптеген ақын, жыраулар, зерттеушілер шыға бастады. 20 ғасырдың басы. Ресей империясы 1917 жылдың басынан әлеуметтік-экономикалық және саяси дағдарысқа ұшырады. Ұзаққа созылған Бірінші дүниежүзілік соғыс көптеген адам шығыны мен әлеуметтік жағдайдың нашарлауына алып келді. Жұмысшы санының жетіспеушілігі ғана емес, сонымен қатар азық-түлік пен күнделікті қажетті заттардың тапшылығы мен қымбатшылығы айқын сезілді. Империяның барлық аймақтарында жұмысшы толқулары мен бас көтерулері басталды. Ұлттық аймақтарды көтерілістер дүр сілкіндіріп, жергілікті отаршылдық әкімшілікке қарсы шығулар күшейді. Және де осылайша патша үкіметі құлады. Оның орнына қос өкіметтілік орнады. Бұл дегеніміз байлар мен кедейлер елді бірге басқарады. Бірақ та екеуі де екі тап өкілдері болғандықтан келіспеушіліктер орнады. Бұл ендігі кезде азамат соғысына ұласты. Азамат соғысы қарсаңында бір елдің азаматтары бірін-бірі қырып жойды. Осының нәтижесінде елде Лениннің басқаруымен социализм орнады. Кеңес үкіметі құрамында Қазақстан мал шаруашылығы, егін шаруашылығы, фабрика, завод салумен айналысты. Және де Кеңес одағы әлемдік державаға айналды. Енді ғана ел тұрақтанып келе жатырған секілді болды. Бірақ та елде шерулер басталады. Осылайша Қазақстан 1991 жылы тәуелсіздігін алады. Және де айта кететін жайт, Қазақстан Кеңес одағы құрамынан ең соңғы болып шыққан ел. Қазақстанның тәуелсіздігін ең алғаш болып мойындаған ел ол әрине ақш болады. Себебі ақштың ең басты қарсыласы ол Кеңес одағы. Осыдан кейін Қазақстанның ең алғашқы президенті болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланады. Ендеше біз видеомыздың да соңына келдік. Видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Сіздің ойыңызша қандай тақырыптағы бейнебаяндар қызық? Комментарий қалдырыңыз.